Ана орыстарда да айтады, какой привет, такой. Иә, бұл мынадан шығады ғой негізі. Адамдардың бәрі тамақ беруге құмар емес негізі ше. Ал үш нәрсені одан қатты жақсы көреді дейді. Оны да біле жүрейік енді. Әлі келесі сабақта айтайын ба? Айтайық. Ютубтағы көрермендерге ма? Уағызды қимаңыздар, ағайындар, қимаңыздар, таратпаңыздар, бір-біріңіздің ақымызға кірмеңіздер. Мансардың өзі ренжіп жатыр мысалға. Ассалаумағалейкум. Уағыздың бәрін Мансарға айтып жатыр мен. Мансарға айтқаным миллион командасын айтқам деп. Тарата беріңіздер. Мансардікін таратыңдар, менікін таратпаңдаршы қиын. Алла разы болсын. Жоқ, бұл хадис бәріміз білуіміз керек хадис қой негізі. Бисмилла, алхамдулилля, Аллахумма салли ва саллим аман уәлә. Айтқандай бұл хадисті әрбір мұсылман білу керек. Неге? Өйткені мына хадисті білген адамның жәннатқа кіретін жолы жеңіл дейді ше. Өзі әр нәрсенің сыйлығы бар ғой. Мысалға намаз оқысаң мынадай сыйлық, ораза ұстасаң мынадай сыйлық, тақуалықтың сыйлығы мынадай, салауаттың сыйлығы мынадай, ананың сыйлықтар бар. Сол сияқты мына төрт амалдың сыйлығы туралы пайғамбарымыз айтқан хадисі бар екен. Мына Меккеде қазір біз енді Меккеде отырған, Аллаға шүкір, Мединаға қарай көшті ғой, 53 жасында көшті ғой. Мәдинаға ең бірінші кіріп барған кезде айтқан сөзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы хадис екен. Ең бірінші кірген кезде. Оны риуаят етіп жатқан кісі кейін исламды қабылдаған яһудидің ғалымы Абдулла ибн Салам деген. Сол кісі айтады, пайғамбар кірген кезде Мәдинаға былай деп айтып жатқанын естідім дейді. Я айюхан нас дейді. Ей адамдар дейді. Афшус салам деп айтты дейді. Сәлемді көп таратыңыздар деп айтты дейді. Енді бұған біз өте көп қазір енді мынадай болып қалдық қой, біз танысаң ғана сәлем бересің, танымасаң бедірейіп өтіп кете бересің. Негізі ол мұсылманшылыққа жатпайды ол. Мұсылманшылықта негізі танысаң да, танымасаң да сәлем бересің. Бірақ қарасы қызығы. Кейбір танымайтын адамдарға осы бір хадиске амал қылайыншы деп сәлем берсең бар ғой, анау жауап бермейді ше, мен сені танитын бедім деген сияқты ше. Содан кейін адам сәлем беруге біртүрлі қуады да. Қазақ не дейді? Сәлем сөздің анасы дейді. Барлық нәрсе сәлемнен басталады ғой. Не былай деп айтады ғой. Анау орыстарда да айтады, какой привет, такой. Сәлем қалай басталады, мәміле солай жалғасады негізінде. Ана кекірейіп амандассаң бар ғой. Сенде де бар ғой мінез мысалға. Кетей дейсің ғой бар. Андай ассалаумағалейкум десе уже ішіңе кіріп кетесің ғой осын. Қалай да сәлем құшақтаса вообще кетеді. Пайғамбарымыздың амандасуы жайлы айтады сахабалар саллаллаху алейхи вассалам. Алла елшісімен біз амандасқан кезде дейді, біз бірінші қолымызды тартпайынша дейді, ол кісі қолын ешқашан тартпайтын еді дейді. Анау ұстап тұра береді да. Сонда оның сыры екі тараптың күнәсі қолы үзілгенге дейін кешіріледі екен да. Сол үшін пайғамбарымыз ешқашан бірінші болып қолын тартпаған екен да. Екінші болып. Ана өзі тартады, содан кейін барып сахаба пайғамбарымыз тартады. Міне сондықтан пайғамбарымыздың айтып жатқаны, ей адамдар, ең бірінші айтқаны, араларыңда сәлемді таратыңдар дейді. Мына қараңыздар, қиямет жақындағанда дейді пайғамбарымыз айтады, адамдар бір-бірімен танығандығы үшін ғана сәлем беретін болып қалады дейді. Міне біздің күн ғой. Иннахум яраунаху баида дейді, аятта айтады ғой. Олар қияметті алыс деп ойлайды дейді. Ва нараху қариба дейді. Біз оның өте жақын екенін көріп тұрмыз дейді. Менімен қиямет былай келдік дейді ғой. Жалпы алыс емес қой, қияметтің ауылы алыс емес негізі. Жердің бетінің осындай күйде ластануы, адамдардың осындай күйде арамды адалдауы, күнәнің жер бетінде кірмеген жерінің қалмауы, бұның барлығы қияметтің белгілері негізі. Енді ғана үлкен белгілер ғана қалып тұрған шығар, негізі Алла сақтасын, боқтың үстінде тұрмыз ғой. Міне бірінші осы айтқан екен. Демек, ей адамдар, сәлемді тар. Бидеп айтады пайғамбарымыз. Ауала адуллукум аля шайин иза фағалтумуху тахабабтум дейді. Мен сіздерге бір нәрсе айтайын ба дейді да, сахабаларға айтады. Айтыңызшы я Расул. Егер де сендер оны істейтін болсаңдар, бір-бірлеріңді қалай жақсы көргендіктеріңді білмей қаласыңдар дейді. Не ол Алланың елшісі дейді ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, афшус салама байнакум, араларында көбірек сәлемді айтыңдар дейді. Бір-бірлеріңе сәлемді көбірек таратыңдар. Қалай жақсы, ана тырысып тұрған адамның өзі бар ғой, өйтіп тұрған.
ассалаумағалейкум тәте деген сияқты кіріп кететін болсаң, анау бәрібір жібейт ол мың жерден қатып қалған адам. Бұл пайғамбардан сөзінен асқан ештеңе жоқ қой бәрібір. Алла сол үшін Құранда айтады ғой, егер сендерге бір кісі сәлем берсе, сендер оған сол сияқты қылып жауап қайтарыңдар дейді да. Бұған не дәлел айтайын ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мешітте отырған кезде бір кісі келеді де, ассаламу алейкум деп айтады. Уа алейкум ассалам деп айтады жанындағылар. 10 деп айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Тағы бір кісі келеді де, ассаламу алейкум ва рахматулла деп айтады. 20 деп айтады. Мыналар уа алейкум ассалам ва рахматулла дейді ғой, 20 дейді. Үшінші біреу келеді де, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух дейді ғой. Мыналар уа алейкум ассалам ва рахматуллахи 30 деп айтады. Ва рахматуллахи ва баракатух. Демек, адам ауадан істеуге болады да, ауадан ақша істеп жатыр дейді ғой, сол сияқты. Ауадан сауап істеуге болады да. Қалай? Сәлеммен ақ, сәлеммен ақ. Ассаламу алейкумге 10, уа алейкум ассаламға 10, уа рахматулланы қоссаң 20, уа баракатухты қоссаң 30 әшейін. Бұл 30 сауапты бір аласың. Екінші, ана үшеуі де тұрған дұға ғой. Ол сізге дұға тілеп жатыр негізі. Ассаламу алейкум деген Алланың сізге есендігі, амандығы болсын деген ғой. Уа рахматулла десе, Алланың сізге рахымы қосымша болсын. Уа баракату, берекеті тағы төгілсін дейді да. Дұғада олайша айтқанда жаман ештеңе жоқ ол жерде. Көрдіңіз ба? Демек, жаңағы Алланың аяты осы екен. Сендерге біреу сәлем берсе, сендер оларға өзіндікіндей қылып қайтар, немесе оныкінен әдемі қылып қайтар дейді да. Яғни ассаламу алейкум десе біреу, уа алейкум ассалам уа рахматуллахи уа барак. Проблема жоқ. 30 сіздікі, 10 ананыкі. Кім көп, сол алады. Демек, сәлемдігі, міне пайғамбарымыздың айтып жатқаны Мәдинаға кірген кезде, ей адамдар, араларыңда сәлемді таратыңдар деген бірінші сөз осы екен. Араларында махаббат оятады, сауап, дұға, жүректегі қаттылықты жібітеді. Осындай көп, оның несі бар, сырлары бар екен сәлемнің. Екіншісі айтты, уа атаймут тоғам деді. Ей адамдарға тамақ беріңіздер деді да. Енді ол тамақ беру бұл жерде именно міскіндерді айтып отқан жоқ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Тамақ беріңіздер дегені оларға да жалпы дастархан. Өзі дастархан деген нәрсе адам жақындатады ғой негізі ше. Бағана қажекелер біздің группада жазып жатыр да, балдар айтып жатыр да, қажекелер видео айтады дейді. Давайте таңғы 8-де бәріміз бірге түсейікші Астана ресторанға астына ше. Әлі дұрыс бір-бірімізді кім екенімізді білмей жатырық деп айтып жатыр дейді да. Ана неге именно ресторанға түсейікші деп жатыр, басқа жерде айтып жатқан жоқ. Тамаққа түсейікші деп жатыр да. Значит, дастархан адамды жақындатады екен да. Көрдіңіз ба? Не бір дастархандар болғанда, не бір үлкен істердің шешіліп кетуіне себепші болған ше. Соны айтып жатыр пайғамбарымыз. Адамдарға тамақ беріңіздер, сіздер не істейді деп жатыр ол? Жақындастырады деп жатыр. Қазақ айтады, асың барда беріп жүріп ер таны дейді. Жағдайың бар кезде ағайын туысқанның басын жиі қосып адамдарды таны дейді. Көрдіңіз ба? Кімнің кім екенін біл, мысалы, Қазекең кім екенін білмеймін ғой мен мысалы. Қашан білдік? Дастарханда отырып білдік, шай ішіп отырып танысып. Оказывается, осындай тірлікте, әкесі осындай керемет жақсылықтар жасаған деген сияқты осындай нәрсе. Осындай кетеді дастарханда, көрдіңіздер ме? И ана біреудің темасы мен екінші біреудің темасы сәйкес келіп қалып, солар не қылып кететін айтшы, мәселелер шешіліп кететін айтшы. Дастархан, адамдарға тамақ беріңіздер деген осы екен дейді да, көрдіңіздер ме? Яғни дастарханда берекет бар. Асың барда беріп жүріп ер таны, атың барда желіп жүріп жер таны деген екен. Қазақтың сөздерін қарасай. Астыңда жақсы көлігің бар кезде Атырау мен Алтайдың арасындағы халықтың жағдайынан хабардар болып отыр деген екен. Ана жақта ел не болып жатыр, мына жақта не болып жатыр деген сияқты. Енді мынадай ғалымдарымыздан күшті бір керемет сөз келеді ше. Алла тағала, енді бұл мынадан шығады ғой негізі. Адамдардың бәрі тамақ беруге құмар емес негізі ше. Бірақ бір адамдар бар да, Ибрахим пайғамбар сияқты қонақты жақсы көреді ше. Өзінде ана 5-10 теңге да, бірақ деген, давай келін, не қылайық, дастархан басында не қылайық. Сондай бір ұйымдастырып жүреді, болады ғой сондайлар. Ғалымдарымыз осындай бір адамдардың сипаттарын айтқан екен. Алла тағала 3 кісіні жек көреді дейді да. Алла тағала
Мынау өте маңызды нәрсе ше. Алла тағала үш кісіні жек көреді дейді. Бірақ тағы бір үш кісіні одан қатты жек көреді дейді ше. Ең біріншісі дейді. Я Алла тағала үш кісіні жек көреді. Үш кісіні одан қатты жек көреді. Ең біріншісі Алла тағала пасықтарды жек көреді дейді. Пасық деген күнәсін ұялмай жария жасайтын кісіні айтады шариғатта пасық деп. Яғни үлкен тұрау, ұстаз тұрау, мұғалім тұрау, мектептің мұғалімдері тұрау, қарамайды, аузынан ақ ит кіреді, көк ит шығады, насыбай ойнап тұрады, темекі. Вообще арсыздық қой. Пасық деп айтады солар. Алла тағала пасықтарды жек көреді дейді. Бірақ қария болып тұрып пасықтық істейтіндерді одан қатты жек көреді дейді. Үлкен кісінің күнә жасаған жаман тиеді ғой негізі. Қазір білесіздер қоғамда үлкен кісілер деген жап-жас қыздармен мысалға да пенсия алса болды, саунадан шықпайтындары бар, ондайлар бар. Міне Алла тағаланың қаһары соларға қатты дейді. Қарт болып тұрып кірмеген ақыл қиын дейді ол нәрсе. Міне Алла тағала пасықты жек көреді, қария болып пасық болған кісіні одан қатты жек көреді дейді. Енді жас болса отпен шоқпен деп тұр ғой. Екіншісі Алла тағала жаңа біздің дастарханға қатысты әңгіме ғой енді. Сараңдар жек көреді дейді. Алла тағала жалпы сараңдық деген сипатты жек көреді негізі. Бұл шайтанның сипаттарынан. Шығарма, кедей болып қаласың, кедей болып шығарма деп тұрады шайтан ше. Шайтан постоянно кедейлікпен қорқытады ғой адамды. Сол үшін адамдар ұрлық істесе де, өтірік істесе, алдаса да ақша табуға тырысады ше. Шайтан өйткені алдайды адамды, кедейлікпен алдайды. Қайдан білсін саған жазылған ризықтың ешкім орнынан тосқауыл бола алмайтындығын біріншіден, екіншіден сіз шығарған нәрсе сіздің малыңыздан ештеңені кемітпейтіндігін, бұл пайғамбардың хадистерінде келеді. Сіз шығарған нәрсе, яғни садақа, малдан ештеңені кемітпейді дейді. Наоборот, шығарып тұрмасаң, ол жоғалады, не ұрланады да. Ол бәрібір шығып кетеді, ол қандай жолмен шықса. Алла тағала сараңдарды жек көреді дейді. Бұл өте жаман сипат. Әсіресе бұл сипат еркекке өте жаман сипат. Ер адамға ең жаман қасиет бар ғой, бұл сараңдық. Бұл еркектің әйеліне де ұнамайды ол. Мысалға, әйел адам төркініне бірдеңе істегісі келеді, жақын келіп күйеуіне айтады да, анау сараңда шық бермес шығайбай да. Не қыласың деп ше. Кейбір әйелінің айтып тұрған нәрселер дұрыс болуы мүмкін ғой. Екі ортада бір дұрыс емес болып жүрген нәрсені жалға жіберу мүмкін, дұрыс па? Күйеуінің абыройы көтеріліп кетуі мүмкін ғой. Дұрыс па? Қайын жұрттағы абырой ойбай төрге шық деуі мүмкін ғой, ертең мүмкін ғой ол. Болып жатыр ғой өмірде. Бірақ не? Анаң сараңдығы содан тосып қойды да. Жалпы сараңдық негізі көп нәрседен тосады, бірақ адам оны білмейді ше. Оған айтайын ба? Енді бұл оқиға айтылған, бірақ сонда да айта берейінші. Қызық, маған қатты ұнайтын оқиға. Анау бұны кім айтады? Жетісайдағы Абдулбақи деген имекең айтады, имам кісі, Алла разы болсын. Ана Совет үкіметінің кезінде оқиғаны айтады бұл. Совет үкіметінің кезінде Сырдария Жетісайдан да өтеді ғой енді. Жалпы сол Сырдарияның бойында қаяқ екенін білмеймін нақты. Сырдарияның бойында бергі бетінде бір бай болған, арғы бетінде бір бай болған дейді да. Бергі бетіндегі бай екен бар ғой, жомарт дейді да. Алла берген нәрседен шығарып тұрады. Каждый жұма бір қой сойып, ауылдың қаймақтарын жинап отырады екен ше. Бір келелі әңгіме құрады екен да. Дарияның арғы шетіндегі бай екен, малы көп дейді. Бірақ анау өзіне қимайды дейді ше. Сараңдығы сондай да. Шық бермес шығай байлықсын. Сонда енді мына ләззат деген бар, кайф деген нәрсе, өзі кайф екі нәрседен алынады. Қазеке, кайф екі нәрседен алынады. Біреуі қараумен алынады, екіншісі істеумен алынады. Істеу дегенде бірден жағын емес. Қараң, қалай мысалға, жеңіл желіп, мысалы, біреу аттың шапқанынан кайф алады. Ана, сыртынан көріп отыр. Ана аттың атын еді, атақты кеше. Кабирхан деп. Ана, деп отырады да мыса. До свидания деген сияқты. Біреулер соның үстінде өзі шапқаннан кайф алады да, қарағаннан емес.
Біреулер футболды тамашалағаннан ләззат алады да, біреу ойнай алмайды бірақ ол. А біреу ойнағаннан ләззат алады, көргеннен ләззат алмайды да. Кайф осылай екі түрлі болады. Ләззат. Ана жаңа Байекең бар ғой, ана малға қарағаннан кайф алады екен ше. Тыныс алады в общем. Бірақ бермейді ешкімге. Өзіне де қимайды да. Құдайдың құдіреті дарияның бергі бетінде Байекең бір күні дастархан жаяды ғой. Совет үкіметінен бір адамдар келіп қалады дейді, компартия дейді ма сол кезде бірдеңелер. Сонымен ет жейді, қымыз ішеді, ана қымыз ішкеннен клапандар ашылып кеткен ғой, жаңағы қымызды анау-мынаудан көтере алмайды ғой. Сөйткен кезде байқамай отырып совет үкіметінің сырларын айтып қояды ғой. Енді шығайын деп жатқан заңын ше. Байеке енді бізді қонақ қылып жатсың, Алла разы болсын. Абайлаш осы бізде мына осындай заң шығайын деп жатыр. Егер әрбір қазақтың үйінде 10 малдан артық мал болса, оны конфискация жасайды дейді. Үкімет тартып алып кетеді. Ана Байекең тырс еткізеді ғой мына жаққа. Бәрі кетеді, ертеңіне таңертең әрбір туысқанына ауылда ағайынға ше 10-10-нан бөліп береді ғой. 11 емес, 10-10-нан. Еще қараса, бас деп тұр ғой, анау-мынау адам бай болмайды ғой негізі. Қой сенікі, қозы менікі деп айтады дейді да. Ана заң ертең күшін жойған кезде қайттан малын алып алады ғой. Жылқы сенікі, құлым менікі деп айтады дейді. Түйе сенікі, бота менікі, сиыр сенікі, бұзау менікі де. Қарасай, тарып тастаған бұтырлады. Ана жарықтық оның бейқа бар әлі. Сонымен шынымен ана айтқандай болды дейді ғой. Әскер келді дейді ғой, жа ауылға ше. Совет үкіметін. Ауылға келсе, мына ауылда, мына бірінші ауылда 11 мал жоқ дейді ғой. Бәрінде 10 мал. Как будто біліп қойған сияқты да, бірақ шынымен біліп қойды ғой енді олар. Сөйтсе бұл жарықтық аналардың несібесі бар ғой, дарияның арғы бетінде жатыр екен ғой. Арғы бетіне өтеді де, анам Байекең отыр ғой мыңғырған малымен. 4 түліктен 40 малын тастайды да, пәлем бай 1000 малын айдап алып кетеді ғой. Оған қарсы шыға алмайды ана. Берсең жолыңнан, бермесең қолыңнан деген қарасай. Берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан деген. Кім ұтты дейді ғой енді осы жерде. Кім ұтты десе, берген ұтты дейді да. Жомарттық қылған ұтты дейді. Сараңдық қылған шығынға батты дейді. Міне көрдіңіз бе? Осы нәрсе ғой айтып жатқан пайғамбарымыздың да. Иә, дастарханның берекеті. Жаңа ғалымдарымыздың да айтып жатқан осы. Алла тағала сараңды жек көреді дейді да. Ал егер бай болып тұрып сараң болатын болса, оны одан қатты жек көреді дейді. Байдың сараң болғаны жылап отырады кейбір бала. Жоқ қой, жоқ қой. Алла ең қатты жек көретін, қаһар түсетін солар екен. Я, енді әркім өзін көріп отқан шығар. Демек, бірақ ол бар да шынымен ше. Өте көпше бар болып тұрып жылап тұрады ғой. Бар да, бірақ ананың несін естіген кезде сен ақша бергің келіп кетеді аған ше. Ана әңгімелерін айтқан кезде бар, жылаған кезде. Бірақ кайфушаға құртқан кезде ол есептелінбейді ол. Аямайды ол кезде. Мақтануға құртқан кезде вообще аямайды. Ана кім істеп жатыр деп айту үшін істеген кезде бар ғой. Бүйтіп тұрып шашады былай. Алла сақтасын. Үшінші, бұл екіншісі ғой енді. Үшінші, Алла тағала тәкаппарларды жек көреді дейді. Жалпы тәкаппарлық бұл өте ауыр күнә ғой енді. Енді ол тәкаппарлық өз алдына үлкен тақырып, мен қатты кірмей ақ қойын, ішінен ми ашып кетейін тұр өйткені. Ол тәкаппарлық бөлінеді өйткені ішінде. Аллаға тәкаппарлық, елшісіне тәкаппарлық, адамдарға тәкаппарлық деп. Аллаға тәкаппарлық ол өзін құдаймын дейтіндер, Ферғауын сияқтылар. Пайғамбарға тәкаппарлық оны мойындамайтындар, Абу Жахил сияқты, Абу Лахаб сияқтылар. Адамдарға тәкаппарлық біз бір-біріміздің арамыздағы киіммен, мансаппен, денсаулықпен, немен мақтану. Өзіңді өзгеден жоғары санау. Тәкаппарлық ерекше санау. Негізі ешкімнен артық емес негізінде. Адамзатты қажекелер бір нәрсе етейін, осы жерде бір қағида бар да, үлкен ғалымдарымыздың айтқан. Адамзатты бір-бірінен ажырататын жалғыз-ақ нәрсе бар дейді. Бізді бір-бірімізден ажырататын, яғни Алланың алдында дәрежені көтеретін жалғыз-ақ нәрсе бар дейді. Ол адамның түрінен көрінбейді дейді ғой. Не ол десе, ол тақуалық қана дейді болды. Басқа ештеңе ажырата алмайды бізді дейді. Ол да ертең топыраққа айналады, мен де ертең топыраққа айналамын. Бірақ есепке біздің тақуалығымыз түседі да.
Біздің басқа денеміз ештеңеміз түспейді Алланың алдында. Көрдіңіздер ма? Сондықтан Алла тағала енді ол тәкаппарлыққа кіретін болсақ, ол деген 2-3 сағаттық сабақ енді ол. Просто мына жерде келіп қалғасын айтып жатырмын да рет. Алла тағала тәкаппарларды жек көреді дейді, бірақ кедей болып тәкаппарланғанды одан қатты жек көреді дейді да. Қазақ айтады бір сөзбен, кедейдің кербезіне сақта дейді. Өлейін деп отыр, аштан балдары да өлейін деп отыр, бірақ не? Тәкаппар да анау, мен оны алмаймын, андай. Қойсайшы енді, алда осымен аяққа тұрып кетсейсің ары қарай. Жоқ, ондай емес та, бірақ астағфирулла. Кедейдің тәкаппар. Өзінде жоқ нәрсемен анау шады ғой, кейбіреулер мақтанады ғой. Өзінде жоқ, сіңірі шыққан біреу, бірақ өзін андай қылып көрсетеді да жаңағыдай. Андай орталарда бүйтіп. Енді Алла хидаят берсін енді. Енді қараңыздар, бұл Алла тағала үш нәрсені жек көреді деді. Бірақ үш нәрсені одан қатты жек көреді деді ғой, кетті ма? Алла тағала үш нәрсені жақсы көреді дейді. Ал үш нәрсені одан қатты жақсы көреді дейді. Оны да біле жүрейік енді. Әлі келесі сабақта айтайын ба? Айтайық. Алла тағала тақуа құлдарын жақсы көреді дейді. Айтып жатқан бір-бірімізден ажырататын жалғыз нәрсе осы. Алла тағала тақуалықты, тақуа құлдарын жақсы көреді. Тақуа деген өзің істе дегенін істейтін, істеме дегенін істемейтін пенделері. Адалды адал деп шын жүрегімен мойындайтын, арамды арам деп шын жүрегімен мойындайды. Тақуалық деген осы қажекелі. Тақуалық жүректе болады, киімде, түрде болмайды. Алла тағала тақуаларды жақсы көреді дейді. Бірақ жас болып тұрып тақуалық қылғандарды одан қатты жақсы көреді дейді. Сенің от жағың бар ғой, сол кезде тақуалықты ұстай алсаң, Алла соны жақсы көреді дейді. Өйткені қарттық келген кезде амалсыздан тақуа болуы мүмкін дейді. Енді ол қазір Құдайға шүкір ғой, жаспыз, любой нәрсені істеуге болады ғой. Күнә істейін десең, күнәға да вариант көп, сауап істейін десең, сауапқа да вариант көп. Кім нені істегісі келеді, ол өзі біледі. Бірақ именно жас болып тақуалық қылып сауапты көп істесең, Алланың сүйіктілігіне екі есе кандидатсың. Екі есе кандидат боласың. Күнә істеу өте оңайда. И қазір біздің заманда өте доступны да барлығы. Барлық нәрсе доступны. Сен күнәнің қай түрін істеген келеді, любойын істей аласың сен. Сол сияқты сауаптың қай түрін істеген келеді, оны да істей аласың. Сондықтан Алла тағала тақуаларды жақсы көреді, бірақ жас болып тұрып тақуалық қылғандарды одан қатты жақсы көреді дейді. Алла тағала пайғамбарымыздың хадисінде айтады ғой, 5 нәрседен сұрамайынша адамның қиямет күні аяғы жыбырламайды дейді. Сонда бірінші өмірінен сұрайды дейді Алла тағала. Кейін өмірін сұрап болғаннан қайттан жастық шағынан сұрайды дейді ғой. Мынау болды ғой енді өмірден сұрап, зачем қайт? Мына именно от кезеңде не істегендігі қызық дейді Аллаға. Қайттан не? Одан кейін неден тапты ақшаны, содан сұрайды дейді. Адалдан таптың ба, арамнан таптың ба, алдап таптың ба, бәріне жауап бересің ғой, қалай таптың, тиыныңа дейін тұрып жауап бересің. Төртінші дейді, қаяққа жұмсады, содан сұрайды дейді. Қаяққа құрттың, сол қызық енді ақшаны. Кайфушаға, күнәға құрттың ба барлығын, әлде дұрыс жерге құрттың ба? Одан да сұрайды. Бесіншісі, алған біліміңе амал қылдың ба, қылмадың ба, содан сұрайды дейді. Бесеуі сұралмайынша адамның аяғы жыбырламайды дейді. Міне бұл бірінші сипат болса, Алла тағала. Екінші, Алла тағала жомарттарды жақсы көреді дейді. Бағанағының антонимі келіп жатыр ғой, енді көрдіңіздер ма? Қолы ашық кісілерді қазақта айтады ғой, кең болсаң, кем болмайсың дейді. Қой таратады ғой. Бағанағы кісі әңгіме сияқты ғой. Тағы не дейді? Мысалға, жақсы әкенің жақсылығы балаға 40 жыл азық дейді. Ол әке несімен жақсылық істеді деп бүкіл әкелерді зерттесең, көмектескен ғой жан-жағына. Бар кезде қазақ айтады ғой, шашып же дейді, шашып же дейді. Шашып же деген ана құлқыныңа тыға берме дейді, мен өзім дейді. Өзің жей берсең дейді, артыңнан прямой шығады дейді. Ағайынмен бөлісіп жесең, алдыңнан шығады дейді. Өзіңдікі прямой туалеттен шығады дейді. Бөлісіп жесең, алдыңнан шығады дейді. Дұрыс па қазеке айтуым? Әне. Әркім өзіне қабылдау керек та осылай. Бір жердегі балдар айтып отыр ғой. Демек Алла тағала жомарттарды жақсы көреді.
Бұл жомарттық қажекелер, қызық айтайын бар ғой. Анау қажылық кім болса соған нәсіп етпейді деп айтамыз ғой біз. Алла шақырған адам келеді деп. Жомарттық сондай екен ғой. Өйткені жомарттық бұл пайғамбарлардың сипаты екен. Ең үлкен сипаты пайғамбарлардың жомарттық екен. Ал керек болатынбыз. Значит, анау мынау адам қол ашық болмайды, қажет. Қол ашық болмайды. Ал енді дейді, кедей болып тұрып жомарт қылса дейді, жомарттық қылса, Алла одан қатты жақсы көреді дейді да. Алла жомарттарды жақсы көреді дейді. Кедей болып тұрып жомарттық қылса, одан қатты. Бізде мынадай хит әңгіме бар ғой. Мен өзім жолдас балдарымды айтады. Пати, енді мен Пати деп айтады, Нұрсұлтан деп айта берейінші енді. Нұрсұлтан бізге дұға қылшы дейді. Бізге дұға қылшы, Құдай дүние берсін, шашайық дейді да, жұмсайық дейді. Мен артымда ашып күлемін ғой ше. Сөйтіп сұрамай қойшы деймін да, окам. Сен бар ғой, жоқ кезде бере алмаған адам, қолыңа дүние біткен кезде берем деп ойлама. Жоқ кезде, яғни кедей кезде бермеген адам, дүние біткен кезде вообще бере алмайды. Вообще бере алмайды. Ол одан сайын, анау түскен сайын бар ғой, ол кедей болам деп қорқа бастайды ол. Сол үшін айтты ғой, адамның бір сай алтыны болса, деді пайғамбарымыз, тағы да бір сай алтыны болса екен деп армандайды дейді. Адам тоймайды дейді. Ал егер екі сай алтыны болса, тағы да екі сай алтыным болса екен деп айтады. Адам тоймайды дейді. Адамды тойдыратын жалғыз ғана нәрсе бар, қажекелер. Ол қанағат деген нәрсе. Бар нәрсеге қанағат қылу деген нәрсе. Көрдіңіз ба? Демек, жаңа осы сөзді айтып жүрген адамдарға айтатынымыз, болмай жатыр, берейік десек деген, айналайын, болған кезде де бере алмайсың сен. Болған кезде де бере алмайсың. Жоқ кезіңде бере алмадың ба? Болған кезде берем деп айтпай қой. Ол өзіңді өзің алдауың, ол шайтанның сені болашақпен алдауы. Көрдіңіз ба? Алла сақтасын. Сондықтан жомарттық неге қарамайды, қажекелер? Ақшаға қарамайды ол. Ол мына жақтың мәселесі ғой ол. Ол жүректің мәселесі ол. Көрдіңіз ба? Ол пайғамбарлардың мәселесі ғой жаңағы сипаттары. Кетті ма? Үшіншісі, Алла тағала кішіпейілдерді жақсы көреді дейді. Өзі жалпы ең сүйкімді адам Аллаға кішіпейілдер ғой. Енді кішіпейілдікте дұрыс түсіне көрген, кішіпейіл болу керек екен деп, басыңды бұға берсең де болмайды да. Бұқсаң сұға береді адамдар. Кішіпейілдіктен қалай айтсам болады? Құрмет көрсеткенге құрмет көрсету. Сыйға сый деген сияқты ғой. Ин тархам турхам. Құрмет көрсет, құрметтелесің да өзіңде. Мән ла ярхам ла юрхам да. Кім құрмет көрсетпесе, құрметтелінбейді да ол да. Сол сияқты кішіпейілділік өзіңді өзгеден жоғары санамау. Мұсылман адамның тақуалық етуіне жеткілікті дейді. Өзін өзгеден жоғары санамауы дейді. Айша анамыздың күшті сөзі бар ғой. Ең ұлы құлшылық пенденің қарапайымдылығы дейді. Тау қопарып құлшылық жасағанның не керек бар? Тәкаппар болатын болсаң дейді. Ең сүйкімсіз адам тәкаппар ғой. Ең сүйкімсіз адам. Мақтаншақ тәкаппар. Ең сүйкімді адам өзін әдемі ұстайтын кішіпейіл адам. Міне кішіпейіл қысқаша. Бұл да негізі бір үлкен тақырып негізі айтатын болсақ, ол туралы шамал бұрын айтқанбыз енді. Ал енді дейді, Алла тағала кішіпейілдер жақсы көреді дейді. Бай болып тұрып кішіпейіл болса, одан қатты жақсы көреді дейді ғой. Қолына дүние біткен кезде, мансап біткен кезде деп қалмай, жүре алмай қалады ғой, астағфирулла. Ана машинадан түсе алмайды, есігін ашпайынша шықпайды. Электропакет деген вообще жақсы болды. Саусағының ұшын бүйтіп бере салады. Демек, Алла тағала кішіпейілді жақсы көреді. Енді Құдай байлық берген бауырларымызға айтатынымыз, семіздікті қой көтереді ғой. Действительно, әңгімесі өзгеріп кетеді негізі. Негізі қызық бір қағида айтқанбыз, тағы да айта салайын. Байлық пен мансап бар ғой ше. Адамды өзгертпейді дейді. Баяғы шынайы болмысын шығарып береді дейді ше. Ішіндегі дертін шығарып береді дейді. Болды. Ол баяғыдан сондайда негізі. Просто
Оған бітпей жүр да жаңағылар. Бітіп көрсетеді ғой бірден. Жүре алмай қалады ғой, жүре алмай. Сондықтан мына бай бауырларымызға Құдай байлық берсін, ешкім не алмаймыз ғой. Бәрібір беруші қол абзал ғой, алушы қолдан. Бай болған жақсы. Бірақ бай болсаң да кішіпейілділігіңді ұмытпау керек та. Кішіпейілдігіңді ұмытпау керек. Алла тағала сенің байлығыңды бір түнде ақ алып қоя салады ше. Кейін келгенің кеш болады да бірақ. Бұл неден шығып кетті енді? Бұл бағанағы әңгіме тағамнан шығып кетті ғой. Пайғамбарымыздың Мәдинаға кірген кезде айтып жатқан хадисінен. Ей адамдар, сәлемді таратыңдар, тамақты беріңдер. Үшінші не деді? Уасилул архам деді. Туыстық қарым-қатынасты сақтаңдар деді. Енді қиямет жақындағанда туыстық қарым-қатынас үзіледі ол. Қазіргі біздің күніміз ғой. Болмайтын, қызық айтайыншы. Бәрімізде болып жатқан нәрсені айтайыншы. Группада, туысқандар деген чат бар ғой, любой жерде бар туысқандар деген чат ше. Сол жерде именно біреу қонаққа шақырылмай қалса, или туған күнімен құттықталмай қалады, ұмытылып кетесің ғой пенде. Сол адам группадан шығып кетеді ғой. И араласпайды анау ше. Группаға қосасың, қайттан шығып кетеді. Бар ма? Әркім өзін көріп отыр ғой. Бар, қажекелер. Қарасаңызшы, болмайтын нәрсеге не істеліп жатыр, туысқандық қарым-қатынас үзіліп, болмайтын нәрсе ол негізі ше. Оны өткізіп жіберуге болады бейді. Туысқандық үшін. Бірақ біреулер ілінеді де соған ше. Пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам, кімде-кім туыстық қарым-қатынасты үзсе, Алла одан рахымын үзіп тастайды дейді. Өте ауыр хадис бұл ше. И туыстықты көп үзетін кісілер бар ғой, аз өмір сүреді дейді. Кімде-кім ұзақ өмір сүргісі келсе дейді, пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам, онда туыстық қарым-қатынасты үзбесін дейді. Біздің қазақ датаво сондай болғанда қарасаңызшы, мынадай сөзді айтып жіберген ғой. Туыстықтың мықтылығын бір-ақ ауыз сөзбен айтқан ғой. Күйеу 100 жылдық деген, құда 1000 жылдық деген ғой. Күйеу бала өліп қалады ол, бірақ құдалығымыз үзілмесін деген ше. Қыз өліп қалады, бірақ құдалығымыз үзілмесін дейді. Бір-ақ ауыз сөз ғой, қараса я. Күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық. Демек, үшінші нәрсе бұл туыстық қарым-қатынас. Сәлем, тамақ, туыстық қарым-қатынас. Төртіншісі дейді, не дейді? Уасаллу уаннасу бин ниям дейді. Адамдар ұйықтап жатқан кезде намаз оқыңыздар дейді. Не намаз ол? Тахаджуд қой. Түнгі намаз. Ең қиын намаз нәпіл намаздардың ішіндегі. Бірақ парыздан кейінгі Құдайға ең қатты ұнайтын намаз, ешқандай дұға қайтарылмайтын намаз. Оқитын адам қайда деген сияқты. Айтуға ұялам ше, осы намаз туралы шастық. Айтуға ұялам. Бірақ айтпасаң болмайды да енді. Мен тыңдағандар тахаджуд оқиды деп ойлайды шығар енді. Ойлай берсін, жақсы ойда болайық бір-біріміз туралы. Шалабай атам жатқан жер жайлы болсын, главный ше. Қараңыздар. Бұл тахаджуд намазы соғыс қой, соғыс. Нәпсімен соғыс. Біреулер айтады ғой, ұйықтамай оқысам бола ма, ұйықтап оқысам бола ма, өтірді оқып тастағаннан кейін бола ма, өтірді оқымай. Қажекелер деймін да, мен жамағат деймін да. Сен өтірді оқып тастай берші деймін да, сразу құптаннан кейін ше. Саған біріншіден тахаджуд парыз емес, пайғамбарға парыз болғандай. Пайғамбарымыз өткен өтірді соңынан оққан ғой тахаджудтан кейін. Екіншіден сенде ми жоқ деймін да. Өтірді оққаныңды, оқымағыңды ұмытып кетесің сен. Қазір намаз оққан оқымағын білмейсің ғой. Мысалы, оқыдың ба өтірді бүгін, оқымадың ба? Ойлан, точно ойлан. Көрдіңіз ба? Ұмытып қаласың ше, ана кейде оқыдың ба, оқымадың ба деп отырасың. И сөйтіп жүргенде өтірің қаза болып кетеді да. Мен айтамын да, лучше сен өтірді оқып таста. Ұйықта, тұр тахаджудке. Ұйықтамай оқысаң бола ма? Болады, ұйықтамай оқысаң. Бірақ бұл намаз ұйықтамай оқитын адамдардікі емес. Бұл намаз ұйықтап, ұйқысын Құдай үшін қиятын адамдардың намазы. Айырмашылықты көрдіңіз ба? Жихад намаз, яғни нәпсінің жихады ол. Тахаджуд оқимын деп ұйықтамап едім деген әңгімен қою керек та. Ұйықтап, сен өзіңді оятуың керексің ол намазға. Сол кезде ол тахаджуд болады да. Ал енді ұйықтамай түнде мысалға шаруамен кеш келіп қалдың, оқысаң бола ма? Болады. Бірақ тахаджудтың ең әдемі уақыты сәресінің уақыты дейді.
Сәресі деген сохр деп айтады ғой. Сәресі деген таң намазының алдындағы 1 сағат, 1,5 сағат уақытты айтады. Ең мықты адамдар сол кезде тұрады екен тахаждке. Түннің ең соңғы 3-тен 1 бөлігі. Енді Алла тағала бәрімізге тахажд оқитынды нәсіп етсін енді. Тахажд оқитын перзенттер нәсіп етсін. Парыз бірінші орында ғой дегенмен. Өзімізге оқуды, бұл жерде ықылас қой шешетін. Сенде шынайы ықылас болса, будильниксіз де тұрғызады ғой. Будильниксіз тұрған ғой нетке сахабалардың бәрі. Бірақ енді кім тахаждты әдетке айналдыратын болса қажекелер, ол пенденің тілегі қайтарылмайды. Ол пенденің тілегі қайтарылмайды, өйткені Алла тағаланың рахымы түннің соңғы 3-тен 1 бөлігінде түседі дейді ғой. Сұрайтындар бар ма, берейін деп айтады екен да. Мұқтаждар бар ма, өтей, аурулар бар ма, шипасын берейін деп айтады екен. Біз деген Алла ештеңе керегіміз, бізде бәрі зың чеке-чеке дейміз де, пиреміз ғой ұйқыны. Сосын сынақ келеді да. Сол кезде барып тұрасың ғой тахаждке. Жекечан не дейді? Бәрі ұйықтаватқан кезде мен тренировка істеп, соның арқасында оздым деген ше. Көрдіңіз ба? Жекечанның өзі тахаждте тұрып тренировка істеген екен да, содан оздым дейді. 12 қабырғам сындырдым деген сияқты. Негізі сол ғой, жетістікке солай жетіп тұр ғой енді. Демек, адамдар ұйықтап жатқан кезде намаз оқыңыздар дейді. Енді қараңыздар, мына 4 амалды айтып жатыр пайғамбар Мәдинаға кірген кезде саллаллаху алейхи уассалам. Сәлем, тамақ, дастархан, ағайын туыстың қарым-қатынасты үзбеу, түнгі намаз деді. Енді бәрінің сыйлығы бар ғой енді қараңыз. Осы 4-еуін істесеңдер дейді. Яғни жиі үздіксіз. Тәдхулу жәннәтә бисәлам. Ештеңеге соқтықпастан жәннатқа прямой кіресіңдер дейді пайғамбарымыз айтады. Сұрақ жауап. Жеңіл. Яғни сұрақ жауабының өзі жеңіл да ол адам. Ана яқтан айналдырып алып жатқанымыз осы екен да. Бұны көп мұсылман бауырларымыз біле бермейді. Біреуін істесек, біреуін істемей жүрміз. Бірақ осы 4-еуіне жабысып алатын болсақ, қолдан келмейді емес, келеді. Пайғамбар қолдан келмейтін нәрсені айтпайды адамға. Қолдан келеді, просто істейтін адам қайда деген сияқты. Білесің, бірақ істей алмайсың. Білесің, кейде бірақ істей алмайсың деген сияқты. Сондықтан Алла разы болсын, пайдалы білім болсын. Осыған амал қылып, аман есен жәннатқа кіріп кетуді Алла баршамызға нәсіп етсін. Субханакаллахум бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирук ва атубу илейк. Көрермендерге бір нәрсе айтшы. ютубтағы көрермендерге ма? Уағызды таратпаңдар. Уағызды қимаңыздар, ағайындар, қимаңыздар, таратпаңыздар, бір-біріңіздің ақымызға кірмеңіздер. Мансардың өзі ренжіп жатыр мысалға. Ассалаумағалейкум. Уағыздың бәрін Мансарға айтып жатыр мен. Мансарға айтқаным миллион командасын айтқам деп. Тарата беріңіздер. Мансардікін таратыңдар, менікін таратпаңдаршы қиып. Алла разы болсын.